Ассалаумағалейкум тарихсүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз жалпы қазақ мемлекетіне атом энергетикасы қажет пе, қажет емес пе? Үлкен дау тудырып жатыр соңғы осы 1-2 жылдықта. Сол жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, ой пікірлеріңізді ал мен әңгімемді бастайын. Соңғы жылдары Қазақстандағы оңтүстік өңірде энергетикалық тапшылық болып келеді, яғни халықтың саны өсуінен қалалардың сондықтан үнемі талқылауда келе жатыр. Болашақта тапшы болады деген. Осы орайда атом энергетикасын салу ойға келді, бірақ жалпы көптеген ғалымдардың пікірлері ойлары бойынша соның ішінде энергетика саласындағы, яғни атом энергетикасы бұл болашақтың қуаты. Яғни егерде қазір салатын болса, ол 30-40 жылдан кейін ғана бар бітеді, әрі толыққанды қосу жалғыз атом энергетикасы станциясын салғаннан кейін оны жан-жаққа тарату, желілерін тарту, ол үлкен. Қазақстан территориясы үлкен болғандықтан оны қанша мыңдаған километрге тартып желілер көптеген подстанциялар салу, яғни сол толыққанды қамтитын бұл үлкен инвестицияға қажет етеді. Әрі атом энергетикасына бір ғана реактордың өзін суыту үшін 5 миллион су қажет етеді, яғни ол бір реактор емес, бірнеше реакторлардан тұратын болады. Сондықтан бір үлкен су қоймасында, яғни қазіргі ойлар бойынша үлкен ауыл жерінде қойғысы келеді, яғни Балқаш көліне үлкен экологиялық зиян келуі мүмкін. Жалпы ғылымның шынына шыққан жапондықтарда қанша қауіпсіз дей берсін, үлкен цунами және жер сілкінісі салдарынан Фукусима авариясы болды. Осылайша оңтүстікке жақын орналасқан Балқашта соның кейпін тануы мүмкін. Әрі бүкіл Балқаш өлке ауылдық округ арқылы үстімен үлкен магистраль жол мен темір жол, оңтүстікті және орталық солтүстікті жалғап жатқан магистральды жолдар өтіп жатыр. Егерде Құдай сақтасын авария болса, көптеген магистральды жолдармен және темір жолмен пайдалануға келмейді. Сондықтан оңтүстік пен орталықты бөліп тастауы мүмкін, мүлдем ояқпен жүруге болмайтындай. Сондай көптеген қауіптер бар. Яғни судың экологиялық жер сілкінісінен және оның қымбаттылығы атом станциясы, әрі ұзақтығы оның салыну 30-40 жылға дейін тапшылықпейді. Әрине өнеркәсіп көптеген қалалардың үлкеюі одан да тез болуы мүмкін тапшылық. Сондықтан кей ғалымдардың ой пікірлері бойынша жел станциясын салу, яғни Жоңғар Алатауының үнемі 365 күн бойына жел болады. Сондықтан жел станциясын салсақ, ол өте тиімді, әрі тез, әрі шығынсыз болады. Соншалықты атомдағыдай емес деп. Әрі атом станциясын қай мемлекет салады деген әлі толыққанды шешімге келген жоқ. Халықтың үрейі Россия салмаса деген, яғни онсыз да Россияға бағынышты болып келді, тағы одан сайын бағынышты болып қол астында болғандай боламыз дегенде. Соңғы кешегі Путиннің келіп кеткенде қайта айта қоймай жатып, атом станциясын салуға Россия дайын. Россия Турцияда 20 жыл бойына Түркі елінде салған атом станциясын, әрі көршіміз Өзбекстан салуда бетін бұрып Россиямен келісім шартқа келіп, яғни әрі Қазақстанмен келісім келген жоқ. Өйткені шекарамызға жақын орналастырайын деп жатыр өзінің атом станциясын. Оның әрі бізде тығыз орналасқан Шымкент Түркістан облысына үлкен қауіп деуге де болады. Шекарамыздың қасымыздағы атом станциясы орналасса, әрі атом станциясын жалғыз сумен емес, оған гелийді қажет етеді. Кезінде 90 жылдар үлкен тапшылық болды. Әрі Өзбекстанмен келісе алмаған кезде бағасы жөнінде Амангелді кен орнындағы гелийді егер толыққанды бітірген еді, Қазақстанда гелий жоқ. Оның үлкен бір өндіруші әрине көрші Ресей, оған да тағы бір тәуелді болуымыз да мүмкін егер атом станциясын салсақ. Осындай үлкен көп кедергілері бар. Әрине мемлекеттің қазіргі заманда энергетикалық тапшылығы 21-ші ғасырда қатты білінеді. Сондықтан энергетикалық тәуелсіз болғанымыз өте керемет, әрі өнеркәсіп көптеген қалалардың дамуына үлкен серпін болар еді. Бірақ осындай кедергілер күтіп тұр. Атом энергетикасының қымбатшылығымен, оның күрделі технологиямен және қауіпсіздігі қатты алаңдатады. Әрі кей сарапшылардың ойлары бойынша біздің үкіметтің қатты асығатыны осы шенеуніктердің жемқорлыққа деген құштарлығына сенімсіз білдіреді. Яғни 30-40 жылдың ішінде көптеген миллиардтарды жеп қойып, содан кейін не болатын, оған дейін ол шенеуніктердің орнына отырмайтын айдан анық. Әрі соның бір дәлелі экспо қаңырап тұрған, қисайып жатқан ЛРТ-ның бағаналары. Сондықтан жемқордан тоз-тоз болып шаршаған қара халық уайымы әртүрлі болжамдар тудырады. Әрі алаңдатар қатты құштарлықпен атом энергетикасын салғысы келіп отқан үкімет қайтадан сол жемқорлықтың кейпін кимейміз деген. Әрі соңғы келіп кеткен Макронға да, яғни Нигер мемлекетінде бүлік шығып, Франция өзінің уран алып отқан елінен айырылып қалды. Сондықтан ең үлкен әлемдегі Қазатомпромнан уран алғысы келеді. Біздегі халықтың ойы француздар салса екен деп, француздар 70-80 жыл
бойы осы атом энергетикасын бағындырып келатқан ел, әрі ұзақ салса да бірақ қауіпсіз және технологиясына сенімді деп соңғы мына Финляндия еліне 30 жыл бойы салып бітірді. Сондықтан көрші отқан орыстарға сенбейміз, олар да жемқорға қатты жақын. Сондықтан да көбісінің үміті француздар немесе корейстердің салғанын жақсы көру. Жалпы соншалықты тапшылығы жоқ деуге де болады. Негізі атом энергетикасына шынымен кей ғалымдардың ойын пікірін сеніп, жел, күн сәулесін пайдаланса да тиімді болар еді дейді, және 3-4 жылдықта шешім табар еді дейді. Ол сондықтан көп ойланумен дұрыс шешімге келеді деген ойдамын. Әрі зиян тимес, жемқордың қолына түспес екен деп, энергетика бұл аса маңызды, әрі 90 жылдағы кейпімізге қайтып келмесе екен деген тілектемін. 3 сағат 4 сағатты пайдаланып майшам жағып отқан кейпімізге. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әрі қуатты болсын ағайын. Сондықтан каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар, және қоңырауды басып жіберсеңіздер, уақытылы бөліп отырасыздар шығарылып. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.